Батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты 63 жылы түрік қағанаты құлағаннан кейін құрылды. Батыс түрік қағанатының территориясы, яғни Босфордан Қазақстанның шығысына дейінгі жерлерді алып өтті. Батыс түрік қағанаты біздің заманымыздың 63 жылы құрылғаннан кейін көп астанасы Суяб және Мыңбұлақ болды. Батыс түрік қағанатының тайпаларының ішінде Үйсін, Қаңлы, Даулат, Төле және де басқа да көптеген тайпалардан тұрады. Олардың өзінің армиясы, әскері болды. Батыс түрік қағанаты темір сатумен әлемдік аренада сауда-саттық орнатып отты. Бірақ та 659 жылы Қытайлар жетісуға басып кіргенде соғысу кезінде көптеген оқиғалар орын алды. Яғни Қытай халқы батыс түрік қағанатының әлсіреуіне алып келді. Сол заманда Қытайлармен соғыс жатқанда сол батыс түрік қағанатының ішінен мықты тайпалардың бірі түргеш тайпасы мықты болып шықты. Олар да Қытайлармен соғысқа қатысып, оларды жеңіп, ақырын соңында өте мықты тайпа болып, өздері жетісуды басқару болды. Яғни бұл дегеніміз үшілік қалған 756 жылы, нет, 704 жылы бүкіл түргештерді қолдау арқасында батыс түрік қағанатының тақтан құлатып өзі таққа келеді. Яғни осылайша әлемдік аренаға түргеш қағанаты шығады. Түргеш қағанаты 704-756 жылы аралықта өмір сүреді. Үшілік қағанат қайтыс болғаннан кейін түргеш қағанаты көптеген соғыстар болды. Яғни қара түргештер және сары түргештер арасында соғыстар 20 жылға дейін созылды. Бірақ та ақыр соңында 737 жылы сұлу қаған осы соғыстардың арасында жеңіп, қайтадан бүкіл түргештерді біріктіріп, өзі қаған ретінде сайланады. Сұлу қаған өте мықты қаған болды. Оның кезінде мемлекетке екі қауіп төніп тұрды. Ол яғни Қытай халқы және де Қытай империясы мен Араб империясы. Арабтар да сол кезде Орта Азияға қарай соғыс аша бастаған еді. Сұлу қағанды арабтар сүзеген деп атап кетті. Себебі арабтарға жақсы тойтарыс беріп, оларды жеңгеннен кейін арабтар қайтуға мәжбүр болды өз жеріне. Ал Қытайлардың бірақ та сұлу қан көбі елге қайтып келе жатқанда оның қолбасшысы оны өлтіріп кетеді. Осыдан кейін қайтадан әлсірей бастайды. Ал 751 жылы Қытай мемлекеті қайтадан жетісуға шабуыл жасап жеңе бастайды. Осыдан кейін түргеш қағаны арабтардан көмек сұрап, олардың көмектесуін өтінеді. Арабтар келіседі. Осылайша тарихта өте маңызды оқиғалардың бірі, яғни Атлық шайқасы болады. Атлық шайқасы шамамен Тараз жерінде 751 жылы болады. Арабтар мен түргештердің арқасында жетісуды қайтарып Қытайлар жеңіліп қалады. Ал бірақ та 756 жылы ішкі қақтығыстар мен қарлықтардың жетісуға келуінің әсерінен арабтар, түргештер өз өмірін тоқтатады. Осылайша қарлықтар жетісуға басқарып келеді. Қарлықтар негізінен шығыс түрік қағанатынан келген еді. Оларды ұйғырлар сол жерден қуып жүрген еді. Ал 756 жылы олар жетісуде қарлық мемлекетін құрады. Оларда өте мықты қарлық мемлекеті болады. Және батыста 9 ғасырдың соңы 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекеті болады. Олар бәріңіз білетіндей хазарларды жеңіп кетеді, князьбен қосылып. Одан кейін бәріңіз білетін Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекетінің басшылары Мұса қаған айта кетсек болады. Ол 960 жылы Қарахан мемлекетіне ислам дінін әкеліп, Қарахан мемлекетін ислам мемлекеті қылады. Одан кейін Али хан болады. Али хан да өте мықты хан еді. Бірақ та 10 ғасырдың басында Қарахан мемлекеті қыпшақтардың қысымымен мемлекеттің құралуға тоқтауына әкеле соқты. Қыпшақтардың қысымы арқасында олар басында қимақтардың тайпасының ішінде болады. Бірақ та өте үлкен тайпа болғандықтан бүкіл қыпшақтар жиналып, өзі бір мемлекет бола білді. Қыпшақ тайпасы бүкіл дешті Қыпшақ жерін алып жатты. Ол дегеніміз ұлы дала жері. 11 ғасыр мен 13 ғасырға дейін өмір сүрген Қыпшақ жері, Қыпшақ мемлекеті көптеген соғыстарда болды. Және де оның территориясы өте үлкен болатын. Бірақ та ол менің ойымша түрік қағанатының соңғы мемлекеті болып саналады. Яғни мұнда 210 жылдар аралығында жетісуға, яғни Сайраншы, Отырар мемлекеттеріне олар Хорезммен қырыла бастайды. Бірақ та екеуі қырылып ешқашан жеңімпазды анықтай білмейді. Бұған дейін Қазақстан жеріне көптеген шығыстан тайпалар келе бастайды.
найман, керейіт және тағы да басқа тайпалар келе бастайды. Оның басты себебі Шыңғысханның қысымы. Қарақытайлар да осы кезде келе бастайды. Шыңғысхан Қазақстан жеріне 1218 жылы келеді. Ол отырарды Алтай ішін жаулап алып, бүкіл Орта Азияны жаулап алады. Осылайша түрік қағанаты дәуірі өтеді. Түрік қағанатының дәуірін қорытындылай кететін болсақ, түрік мемлекеті тайпалары өте көп және қағанаттар өте көп болса да, мемлекет өз беріктігін сақтап қала білді. Түрік тайпалардың барлығы өздерінше өте мықты әрі бірдей өмір сүрді. Олардың барлығы бірдей болды. Бірақ та 9 ғасырда түрік қағанаттары ислам дініне қарай қол бұрышты. Осылайша әскер жағынан болсын, тіл жағынан болсын, барлық жағынан болсын түрік қағанаты бірдей өмір сүрді деп айтуға болады. Ал 1218 жылы Орта Азия, яғни Қазақстан аумағына Шыңғысхан келеді. Шыңғысхан 1218 жылы бүкіл Орта Азияны жаулап алып, 1224 жылы тіпті бүкіл Азияны жаулап алды деп те айтуға келеді. Шыңғысхан өз жерін 1224 жылы 4 ұлына бөліп береді. Яғни бұл Төре, Шағатай, Үгедей және де Жошы. Жошы ұлысына көптеген жерлер беріледі. Осылайша, бірақ та 1227 жылы Шыңғысхан қайтыс болады, ал одан кейін оның ұлы Жошы хан өледі. 1242 жылы батысқа қарай жол бастаған Бату хан өз атасының өлімін естігеннен кейін қайтадан еліне қайтып, сол жерде Алтын Орданы құрады. Алтын Орда 1242 жылы құрылады. Оның аумағы өте үлкен, ал астанасы Сарай Бату болатын еді. Алтын Орда көп Бату, Берке, Өзбек, Жәңгір хан аралығында өте қатты дамып, мемлекетті сауда-саттықпен айналысып өтті. Сауда-саттықтың басты күші ол әрине бәріңіз білетіндей Жібек жолы. Жібек жолы өте Моңғол империясы Жібек жолын контролировать етіп отты және де Алтын Орда орыстардан салық алып отты. Өйткені Русь империясын өртеп кетіп, олардан салық салуын төлеп отқызды. Және де осылайша Алтын Орда империясы өте мықты бола бастады. Бірақ та бәріңіз білетіндей 14 ғасырдың соңында Алтын Орда құлай бастады. Оның орнына Ноғай ордасы, Ақ Орда, Сібір хандығы, Қазан хандығы, Астрахан хандығы деген бірнеше мемлекеттер құрылады. Ақ Ордада орда ежен басқарады, бәріңіз білетіндей. Және оның басқару жүйесі ешқандай Алтын Ордадан кем түспейді. Өйткені бәріңіз білетіндей, олардың да басқару жүйесі Шыңғысхан ұрпақтары басқарады. Ақ Ордадан кейін Әбілқайыр хан бүкіл жерді жаулап алады. Сол заманда тіпті Әмір Темір де өмір сүретін еді. Әмір Темір Шыңғысхан ұрпағы болмаса да хан бола білді. Өйткені оның өте ақылды болды. Ал 1418 жылы, шамамен қателеспесем, 16 жасында Әбілқайыр хан Дешті Қыпшақ руларының қолдауымен хан болып сайланады. Және де ол мемлекетті 40 жыл басқарады. Бірақ та ойраттардың көптеген шабуылдарына байланысты 1250 жылдары тіпті ойраттардың көптеген шабуылдарына байланысты өздерінің алтындарынан жерлерінен айырылып болып жатады. Осыған байланысты Әбілқайыр хан салықты көбейтуге тура келеді. Осыған наразы халық сол кездегі сұлтандарға қосылады, яғни Керей Жәнібек. Керей Жәнібек бүкіл руларды жинап Моғолстанға барады. 1460 жылдары Моғолстанға барып, Есенбұғадан көмек сұрайды. Есенбұға да осы кезде Моғолстанның билеушісі болуға армандап, Есенбұға Моғолстан билеушісі болып келіседі. Яғни Моғолстанның батыс бөлігін, Жетісу аумақтарын қателеспесем қазақ халқына береді. Осылайша 1465 жылы қазақ хандығы құрылады. Ең алғашқы хан Керей хан, одан кейін Жәнібек хан. Олар басында Шайбани ұрпақтарымен қатты күресе бастайды. Әбілқайыр хан қазақ хандығы құрылғанын естіп, сразу әскерін жинап, қатты сескенгеннен кейін қазақ хандығына қарай соғыс ашады. Бірақ та бәріңіз білетіндей Әбілқайыр хан сол жерде жорық бастаған кезде дүниеден өтіп кетеді. Ал Әбілқайыр хан өлгеннен кейін қазақ хандығына бүкіл Орта Азияны, яғни Сырдариядағы, Жетісудағы мемлекет қалаларды, яғни
жаулап алу өте қатты қиынға соқпайды. Сол жердегі қалаларды жаулап алады. Бірақ та бір проблема ол Шайбани әулеті. Шайбани әулетімен соғысуға тура келетін еді. Одан кейін елді басқарған бұрындық. Бұрындық 1480-1511 жылдар аралығында елді басқарады. Бәріміз білетіндей, ол да Хорезм, яғни Шайбани ұрпақтарымен соғыс жүргізіп жатады, бірақ та соғыста соңғы жылдары билік ұтылып бара жатқаннан кейін халық оған көптеген наразылық білдіріп келіспей жатады. Осыған байланысты Қасым хан билікке келе бастайды. Қасым хан бүкіл жұртты ұта бастағаннан кейін халықтың қолдауына енеді. 1511 жылы Қасым хан билікке келеді. Яғни 1465 жылы қазақ хандығы құрылатын болса, ал 1511 жылдары қазақ хандығының территориясы қалыптаса бастады. Астанасы сығанақ болса, ал халық саны 1 миллионға жеткен еді. Осылайша Қасым хан қасқа жолы деген заң жинағын ойлап табады. Қасым ханның заң жинағы ұлы дала жинағы, яғни дала заңы болып қалыптасады. Осылайша қалыптасу кезеңі аяқталғаннан кейін көркею кезеңі басталады. Басында көркею кезеңі сразу басталмайды. 1529-1538 жылдар аралығында көптеген хандар билікке таласа бастайды. Осылайша қазақ хандығы әлсірегеннен кейін 1538 жылы билікке Хақназар келеді. Хақназар хан билікті 42 жыл басқарады. Және де басқару кезінде мемлекетті қайтадан біріктіре алады. Яғни ру тайпалардың барлығын біріктіріп, бүкіл қазақ тайпаларын, руларын біріктіріп, мемлекетті қайтадан жандандыра біледі. Хақназар хан кезінде Ноғай ордасымен қатты байланыс жүре білді. Тіпті Ноғай ордасы Хақназарды өзінің билеушісі деп атап кеткен еді. Біз негізі Ноғай ордасымен және де Қарақалпақ ордасымен қатты ұқсас болып келеміз. Осылайша Хақназар хан 1580 жылға дейін билік етеді. Одан кейін билікке Шығай хан келеді. Шығай хан билікке 80 жасында келсе де, халық арасында беделі мықты еді. Өйткені ол ауқатты болған. Бірақ та 2 жылдан кейін соғыс барып дүниеден өтеді. 1582 жылы дүниеден өтеді. 1583-98 жылдар аралығында билікке Тәуекел хан келеді. Одан кейін Есім хан тұсында бәріміз білетіндей Есім ханның ескі жолы болды. Есім хан жоңғарлармен қырыла бастайды. Ал 17 ғасырларда Қазақстан мемлекетінің ең басты қарсыласы ол әрине жоңғар хандығы. Жоңғар хандығы мен қазақ хандығы арасында 100 жылдан астам соғыс болады. Ең танымал соғыстардың бірі ол Жәңгір хан тұсындағы соғыстар. Жәңгір хан жоңғарлармен 3 рет соғысқа ұшырайды. Бірінші соғысында ол тұтқынға түседі, бірақ қашып шығады. Ал екінші соғысында 600 аскерімен 50 мың жоңғар әскерін стратегиялық түрде жеңіп шығады. Ол қалай болды десеңіз, олар бірінші ор қазып, 2 төмпешіктен оларды күтіп алып, садақпен ата бастайды және улай бастайды. Олардың қолында мылтық бар, оның мылтықта болған деген ақпараттар кездеседі. 1643 жылы басталған соғыс кезінде, жоңғарларға қарсы соғыс кезінде, Жалаңтұз Баһадүр өзінің 20 мың әскерімен қазақ ханына көмекке келеді. Жалаңтұз Баһадүр кім десек, ол деген Төртқара руынан шыққан адам. Ал бәріміз білетіндей Төртқара руы Қазақстан аумағында қазақ хандығына кірген еді. Яғни Жалаңтұз Баһадүр өзі қазақ хандығынан шыға білген. Және де ол 20 мың әскерімен қазақ хандығына көмектескен. Осылайша қазақ хандығы жоңғарларды жеңіп кетеді. Бірақ та үшінші соғысында, яғни 1652 жылы соғысында Жәңгір хан ерлікпен қаза табады.